Сәлеметсіңдер ме балалар? Математика 4-ші сыныптың 8-ші сабағы. Бірінші есепте уақытты белгіле, есепте, бір-біріңді тексер. Қалай тексергеніңді түсіндір. 34.000 мен 12.000-нің қосындысы 46.000 мен 12.000-нің айырмасы 34.000. 12.000 мен 87.000-нің қосындысы 99.000. 99.000 мен 87.000-нің айырмасы 12.000. 84.000 мен 63.000-нің айырмасы 21.000. 21.000 мен 83.000-нің қосындысы 84.000. 92.000 мен 81-дің айырмасы 11.000. 11.000 мен 81.000-нің қосындысы 92.000. 99 миллион мен 4 миллионның қосындысы 103 миллион. 103 миллион мен 4 миллионның айырмасы 99 миллион. 5 миллион мен 58 миллионның қосындысы 63 миллион. 63 миллион мен 58-дің айырмасы 5 пен 46 миллионның қосындысы 7 миллиард 46 миллион. 7 миллиард 46 миллионның айырмасы азайтамыз 46 миллионға, сонда 7 миллиард шығады. Келесі есебіміз 65 миллионға 9 миллиардты қосамыз, сонда 9 миллиард 65 миллион. 9 миллиард 65 миллионнан 9 миллиардты аламыз, сонда 65 миллион шығады. Екінші есеп. Бірінші бағанды таңда, жазбаша есепте және тексер. 53.200-ден 5.097-ні азайтамыз, сонда 48.103 шығады. 48.103-тен 3 пен 5.097-ні қоссақ 53.200. 31.200-ден 7.086-ны азайтсақ 24.114 шығады. 24.114-ге 7.086-ны қосып 31.200 шығады. Екінші есептің әсі. Есепке сызба сызып, есептің шешуін өрнек түрінде жаз. Арман 15.450 метр қашықтықта орналасқан көрші ауылға бару үшін жолға шықты. Ол 3.050 метр жолды атпен, 10.500 метр жолды велосипедпен жүріп өтті. Қалған жолды жаяу жүрді. Арман қанша метр жолды жаяу жүрді? Жауапты километр және метрмен өрнекте. Шешуі 15.450 азайту, жақша ішінде 10.500 қосу 3.050 тең болады 19.000 метр. Сонда 1 километр 900 метр жерді Арман жаяу жүріп өтті. Үшінші есеп. Есепті шығар, келесіп құрастыр және шығар. Күзде көкөністер қоймасына 900.000 килограмм сәбіз әкелінді. Бірінші күні 320.500 килограмм, ал екінші күні 460.150 килограмм. Ал қалғаны үшінші күні әкелінді. Үшінші күні неше килограмм сәбіз әкелінді? Жауапты тонна және килограммен өрнекте. Бірінші күні 320.500 килограмм, екінші күні 460.150 килограмм, үшінші күні белгісіз, барлығы 900 килограмм. Жақша ішіне 320.500 қосу 460.150-ді қосып аламыз, 780.650 шығады. 900.000-нан 780.650-ді азайтсақ 119.350 шығады. Сонда үшінші күні 119 тонна 350 килограмм сәбіз әкелінді. Ал енді осыған кері есеп құрастыратын болсақ, бірінші күні 320.500 килограмм, екінші күні 460.150 килограмм, үшінші күні 119.350 килограмм сәбіз әкелінді. Барлығы қанша килограмм болды дейтін болсақ, барлығын қосамыз, сонда 900 тонна болады. Тоннаға айналдырғанда.
Жауабы: көкөністер қоймасына 900 тонна сәбіз әкелінді. Төртінші есеп: салыстыр. 734.345 778.345 артық 609.978-ден 609.987 артық 209.808-ден 899.90.209 артық 1 миллион мен 999-ын 1 миллион азайту 999 мыңнан 100 мың азайту 99.799, яғни 1 миллион азайту 999 мың артық 800 мың қосу 100.800-ден 799.800 азайту 100.100 артық 182.500 3 пен n-нің қосындысынан n қосу 185.203 артық. Келесі есеп, бесінші есеп. Сандармен ойнау ойыны. Өрнектерді дәптеріне баған түрінде жаз және есепте. 2, 5, 7, 4, 1 цифрларынан ең үлкен және ең кіші 5 таңбалы сандарды жаз. Олардың айырмасын тап. Айырманың цифрларынан ең кіші және ең үлкен сандар құрастыр. Тағы да айырмасын тап. Амалдар тізбегін осылай 3 рет қайтала. 2, 5, 7, 4, 1. Ең үлкен 5 таңбалы сан 75.421. Ең кіші 5 таңбалы сан 12.457. Екіншісі 62964. Ең үлкен сан 96642. Ең кіші сан 24669. Үшінші 7193. Ең үлкен сан 97731. Ең кіші сан 13779. Алтыншы есеп, жазбаша есепте тексер. 1.954.101-ді қосамыз 95.210.352 шығады. Келесі 100.456.925-ден 85.256.000-ды азайтсақ 15.200.925 шығады. Жетінші есепте сандарды жаз. Мыңдар класының 45 бірлігі және 125 бірлік. Ол 45.125. Әсінде миллиондар класының 137 бірлігі және мыңдар класының 200 бірлігі. Ол дегеніміз 137.200.000. Бысында мыңдар класының 20 бірлігі мен 350 бірлігі. 20.350. Сегізінші есебіміз есептердің шешуін өрнек түрінде жазып шығар. Асында бір ауылдың 18 жасқа дейінгі тұрғындарының саны 900 адам. Ал екінші ауылдың 18 жасқа дейінгі тұрғындары осы мөлшердің 1/3 бөлігін құрайды. Екі ауылда 18 жасқа толмаған қанша адам тұрады? Бірінші ауылда 900 адам, екінші ауылда осының 1/3 бөлігін құрайды. Сонда 900 қосып 900 бөлу 3. Жауабы 1200 адам екінші ауылда. 900 бөлу 3 300. 900 мен 300-дің қосындысы 1200. Екі ауылда 18 жасқа толмаған 1200 адам тұрады. Әсінде жолаушының 9800 теңгесі болды. Ол 4200 теңгеге пойызға және 500 теңгеге автобусқа билет алды.
Жолаушының қанша теңгесі қалды? Болды, 9800 теңге, сатып алды 4200 теңге, қалғаны. Жақша ішінде 4200 қосу 500, одан шыққан санды 9800-ден 4700-ді аламыз, 5100 теңгесі қалды. 8-ші есептің бысы, жолаушының 9800 теңгесі болды. Ол 4200 теңгеге Алматыға дейін және дәл сонша бағаға кері қайтатын билет сатып алды. Оның қанша теңгесі қалды? Болғаны 9800 теңге, сатып алды 4200 теңгеге барып қайту билетін, қалғаны қанша? Оның мәнін табу үшін жақша ішіне 4200 пен 4200-ді қосамыз, 8400, 9800-ден 4800-ді азайтамыз, 1400. Жолаушының 1400 теңгесі қалды. 9-ші есеп теңдеудің шешу алгоритмін есіңе түсір. Теңдеулерді шеш. 70.000 азайту x-тен 2214 көбейту 2. Біз әуелі теңдеуді қарапайым теңдеуге айналдырып аламыз. Ол үшін 2214 пен 2-ні көбейтеміз, 428. Сонда 70.000 азайту x-тен 428 деген қарапайым теңдеу шығады. Әрі қарай 70.000-нан 428-ді азайтамыз. Сонда 69578 шығады. 70.000-нан 69578-ні алсақ 428, 214-ті 2-ге бөлсек 428 шығады. Екінші теңдеу x қосу 10009 тең 21100. 21100-ден 10009-ды азайтсақ 11091. 11091 мен 10009-ды қоссақ 21100 тең 21100. 10-ші есеп 3 құрбы балауса Айман және Толқын орманға жидек теруге барды. Олар жидекті себет, шелек, қорапқа терді. Айманның себетке де, қорапқа да, ал балаусаның қорапқа термегені белгілі болды. Қыздардың әрқайсысы жидекті қандай ыдысқа терді? Балауса жидекті себетке терді, Айман жидекті шелекке терді, Толқын жидекті қорапқа терді. 11-ші есеп баған түрінде есепте. Есептеулерді калькулятормен тексер. 1 миллион азайту 234 жақша ішінде. Жауабы 99766. Одан кейін екінші жақшаны орындаймыз. 378992 қосу 524100. Мәні 903092. Үшінші амал жақша сыртындағы қосу. 999766-ға 903092-ні қосамыз. Сонда 1.902.858 шығады. Екінші есебіміз екі жақша азайту амалымен 3 амалдан тұрады. Бірінші 100.568-ге қосамыз 90.854-ті. Сонда 191.422 шығады. Екінші жақшамыз 771.001-ге 669.004-ті азайтамыз. Сонда 101.997 шығады. Үшінші амалымыз азайту 191.422-ден 101.997-ні азайтамыз. Сонда 89.425 шығады. Осымен балалар, біздің бүгінгі сабағымыз аяқталды. Арнамызға тіркелуді ұмытпаңыздар.